Так не пісірсем екен? Таптым. Ең алдымен бізге бір қасық дрож керек. Оны жылы суға араластырып, сосын шамалы қойып қоятын боламыз. Сосын бір қасық тұз, сосын 2-3 қасықтай қант салатын боламыз. Және де 200 граммдай сары май салатын боламыз. Әрі қарай дрожды суды бетіне құйып, араластырып алатын боламыз. Ұнды ситадан өткізіп, жұмсақ етіп илеп алатын боламыз. Міне біздің жұмсақ қамырымыз дайын болды. 1 сағат сайын бір қайтарып қоюды ұмытпаңыздар. Және де 6 картошкаге осындай бір қасық тұз салып, қайнатып болғасын, піскеннен кейін оны алып қоятын боламыз. Суытып қоямыз. Сосын әрі қарай 2 жуаны алып, осылай шемішке майға қуырып алдым. Бетіне тұз, бұрыш қалауларыңыз бойынша салатын боласыздар. Бір 2 сағат ашығаннан кейін осылай дөңгелектеп қойып шығатын боламыз. Сразу мен 10 шақтысын қойып, барлығын қойып шығуға тырысам, бірақ дастарханның көлеміне қарай сыйғанша қойып шықтым. Әрі қарай бетіне картошканы салып, осылай түйіп шығасыздар. Әрине достар, дұрыс таптыңыздар, мен пирожки жасап жатырмын. Онда сеуіп, осылай жайып аласыздар, ортасына 1-2 қасық қосып, пирожкилеріміз осындай әдемі болып шықты. Әрі қарай қызып тұрған шемішке майға 2 жағын қуырып аласыздар. Қып-қызыл пирожкиміз дайын болды. Демалыс уақытында және де уақыттарыңыз болған кезде жұбайларыңызды және де балаларыңызды қуантып, осылай пирожки жасап берсеңіздер болады. Сау болыңыздар достар.